Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қымбатты достар. Бүгін бізде кезекті сұхбатымыз. Бүгінгі сұхбат қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының халал даму орталығының директоры Айбек Асқарбекұлы ағамыз. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Алла разы болсын, сұхбатқа келіскендігіңізге, уақытыңызды бөліп сұхбат берейін деп жатқандығыңызға көптен көп мында бір алғыс. Жалпы осы жайық өңіріне келудегі мақсатыңызбен бөлісе кетсеңіз. Рахмет, бүгін мынау студияға шақырып ой бөлісіп жатқандарыңызға. Ақжайық өңіріне, Батыс Қазақстан облысына арнайы ресми сапармен келіп отырмыз. 3 күндік сапармен. Бұл жердегі мақсатымыз жалпы жайық өңіріндегі халал индустриясының, жалпы еліміздегі халал индустриясының жай-күйі, соның ішінде ол батыс біздің бір маңызды аймақ, өйткені бұл жер Ресеймен шектесетін аймақ болғандықтан, бұл жердегі жалпы өнімдердің арасында халал өнімнің, халал тағамдардың, жалпы еліміздің халал тағамды іздейтін біздің тұтынушыларға жағдай жасайық, сол кісілерге барынша адаласты ұсынайық деген мақсатта, сол адаласты ұсынушы кәсіпорындармен жұмыс жасайық, сол кәсіпорындардың жұмыстарын халал стандарттарға сәйкестендірейік деген мақсатта келіп жұмыс жасап жатырмыз. Осы бүгін қорытындылап жатырмыз сол жұмыстарымызды. Аға, осы орайда жалпы осы халал индустриясының қазіргі деңгейі қандай деңгейде? Халал индустриясының жағдайы дегенде, жалпы бұл халал сөзі бізге бұл алыс емес. Біздің бабаларымыз адал мен арамның арасын ажырата білген дана халық. Кешегі енді келмеске кеткен, қылышынан қан тамған Қызыл империяның кезінде әрине халал мен харамды ажырататын ұрпақты біз жоғалтып алғандай болдық. Қазір шүкір мен тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында отырмыз. Өшкеніміз, жанып жоғалғанымыз табылған уақыт. Осы уақытта бізде қазір халал индустриясы елімізде қарқынды дамып келе жатыр деп айтсақ қателеспейміз. Бұл жалпы халал индустриясы тек қана біздің елімізде емес, әлемде жоғары деңгейде дамып келе жатқан бір салалардың бірі. Бұл енді біздің өміріміз үшін, біздің әрбіріміз үшін, адаласты тұтынушылар үшін жалпы өте маңызды сала. Сондықтан елімізде 2005 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Астана қаласында агросекторда үлкен жиын болғанда осы мәселені қолға алуды, жалпы осы мәселе төңірегінде жұмыс атқаруды тапсырған болатын. Сол күннен бастап Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы халал индустриясын дамыту саласында жұмыстар келе жатыр. Бүгінге дейін елімізде осы мынау ел арасында айтылып жүрген, өзіңізге етене таныс адаластың анық белгісі КМТО халал бар. Осы КМТО халал белгісімен өнім өндіретін отандық және де шетелдік кәсіпорындардың саны 700-ге жуықтады. Яғни 700 кәсіпорын осы КМТО халал белгісімен өнім өндіріп жатыр. Бұл жақсы көрсеткіш деп айтуға болады. Әрине, бұнымен тоқмейілсіз тоқтап қалуға болмайды. Ары қарай жұмысты жалғастыра береміз. Неге десеңіз, қазіргі күнде жалпы адаласты іздейтін тұтынушылардың саны көбейіп келе жатыр. Өз кезегінде кәсіпорын басшылары да, кәсіпорында жүргізіп отырған кісілер де осы халалға қарай икемделіп, бейімделіп жатқандығын айтуымыз керек. Қазірде Батыс Қазақстан облысының кәсіпкерлерімен үлкен жиын болайын деп жатыр. Сол жиында да бұл мәселе тағы да айтылады, бұл мәселе тағы да көрсетілетін болады. Жақсы, халал деп жатырмыз. Жалпы Алла Тағаланың өзі Құран-ы Кәрімде мұсылман яғни иман еткендерге адал рызықты алуды бұйырады. Сондай-ақ пайғамбарымыздың керемет бір сөзі бар: әрбір мұсылман үшін адалды іздеу міндет деген. Дана халқымыздың өзінің бір керемет сөзі бар, бастың амандығы, астың адалдық деген. Жалпы осы орайда енді бұрынғы ата-бабамыз алсақ, ол жерден сертификат деген болмады. Әрине. Адалды іздеді. Ал енді осы біздегі қазіргі кезде тіпті жұмыртқаға дейін сертификат сұрайтын заман болды ғой. Жұмыртқаның несі бар ма, халал ма деген секілді. Осы халал ұғымына тоқталсақ, не деген мағына береді шариғатта? Халал ұғымы жалпы халал харам сөздері бұл діни термин. Халал дегеніміз жаңағы тұтынуға болады деген сөз. Бір сөзбен айтқанда шариғат бойынша тыйым салынбаған. Ал енді харам дегеніміз соның антонимі.
Енді бұл екеуін біздің бабаларымыз, біздің халқымыз адал арам деп ажыратқан. Адал мен арамның ортасын ажырата білген. Өйткені қасиетті Құран кәрімде жаңа өзіңіз айтып отырғандай, Алла тағала Бақара сүресінде не деді? О адамдар жер бетіндегі адал әрі таза нәрседен жеңдер, ішіп жеңдер, пайдаланыңдар деді. Екінші сардар сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сендерге адал белгілі, арам белгілі. Бірақ халал мен харамның ортасында сендер білмейтін күмәнді нәрселер бар. Мұсылман баласы адалдан тұтыну керек, харам нәрседен қашқандай күмәнді нәрседен де бойын аулақ ұстау керек деп өсиет айтып кетті. Енді осы екеуінің жаңағы Құран қағидасы мен сүннеттің салтын біздің бабаларымыз жете түсінгендіктен астың адалдығы мен бастың амандығын қатар сұрайтын болғандықтан. Бұның барлығы сайып келгенде жаңағы кімде-кімнің асқазанына арамас түсетін болса, ол адамның дұғасы 40 күнге дейін қабыл болмайды деген пайғамбар өсиетінен туындаған дүние. Жалпы өзіміз және жан-жағымыздағы өзімізге қарасты адамдарға, бала-шағамызға адал асты тұтындыру, адалдан ішіп жегізу, адалдан киіндіру өте маңызды дүниелердің бірі екендігі айтылады. Енді жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні достарымен келе жатқанда көшеде бір кісінің Алла тағалаға жалбарынып дұға жасап отырғанын көреді. О Алла тағала, маған мынаны бер, маған ананы бер деп сұрап отырады. Сонда Алланың елшісі, ардақты елшіміз жанындағы достарына айтады, бұның дұғасы қалай қабыл болсын? Ішкені арам, кигені харам, оның дұғасы қайдан қабыл болсын дейді. Сонда жанындағы достар сұрайды, я Расулалла, Алланың елшісі, ішкен жеген түсінді, кигені де харам бола ма дейді. Сонда Алланың елшісі айтады, әлбетте, адамның ішіп жегенімен бірге оның кигенінде адалдан болу керек. Мысалы жаңағы Алла тағаланың арам еткен доңыздың терісінен немесе арам өлген малдың терісінен жасалған киім болмаса біреуден ұрлап тартып алған болмау керек дегендей дүниелердің барлығына қаралу. Яғни халал индустриясының қамтитын аймағы тек қана ішіп жеумен немесе етпен шектелмейді. Халал индустриясының аймағы өте кең. Әрбір мұсылманның күнделікті өмір сүру салтына айналу керек халал дегеніміз. Мысалы жаңағы дұға жасаған кезде Алла тағаладан жалбарынып сұрайтын өзі әрбір мұсылманның, әрбіріміздің қорғанымыз ғой, әрбіріміздің қаруымыз дұға, әрбіріміздің қорғанымыз дұға болғандықтан дұғаның өзінің шарттары бар. Қолға қарап отырып жасау, жаңағы адалдан тұтыну, сонымен қатар ер адамдар мен әйел адамдардың Алла тағала тарапынан біздің шариғаттың шартында бекітілген әурет жерлері бар. Яғни ердің, әйелдің әурет жері жабық болу керек. Бұл да бір дұғаның әдебінен. Сол сияқты бұл ішкен жеген мен киген киім де бұл жерде өте маңызды екен. Яғни халал индустриясы жаңағы етпен немесе шұжықпен шектелмейді, малды қалай союмен шектелмейді. Халал индустриясы дегеніміздің ауқымы өте кең. Ол жаңағы жаңа сіз айтып отырсыз, жұмыртқаға дейін халал сертификат сұрайтын заманға келдік деп. Әрине, оның өзі мысалы далада жайылып жүрген немесе есіктің алдында бағып отырған тауықтан туып жатқан жұмыртқа емес, ол жаңағы үлкен құс фабрикаларында өндіріліп жатқан жұмыртқа болғандықтан ол жердегі құстың немен қоректеніп жатқандығы өте маңызды. Қазіргі күнде мынау жақындану дәуірінде өмір сүргендіктен дәмдеуіштер, түрлі дәмдеуіштер, түрлі түсті бояу қоспалар, осылардың барлығы неден дайындалып жатыр, қалай дайындалып жатыр, қайда дайындалып жатыр, кім дайындап жатыр, бұлардың барлығы өте маңызды. Сондықтан осылардың бәріне біз мән беруіміз керек. Енді жаңағы сертификат деп айтып отырғанда, ол біздің мынау КМДБ халал сертификаты өзіңізге белгілі. Бұл сертификат енді жаңағы қандай секторға беріледі, қайда беріледі, қалай беріледі, қашан беріледі дегенде, ең алдымен бұл сертификатты алатын кәсіпорын біздің халал даму мекемесіне бірінші өтініш қалдыру керек. Өтініш енді ол қазіргі карантиндік жағдайларға да байланысты онлайнда мүмкіндік бар, онлайн өмірге үйреніп жатырмыз ғой. Онлайн, офлайн қалай болса да өтініш қалдырылғаннан кейін біздің мамандар кәсіпорынмен байланыс жасайды. Бұл таңбаны алу үшін қандай құжаттар керек, осылардың барлығы толық беріліп, соның барлық құжаттардың бәрі алғаннан кейін екі жақты келісімшарт жасалады. Жаңағы өнім өндіруші кәсіпорынмен біздің мекеменің ортасында келісімшарт жасалады. Бұл келісімшарт бізге не береді? Осы таңбаны белгілі бір тәртіптермен
пайдаланудың уақыты, мерзімі және де ең бастысы кәсіпорынның өндіріп жатқан өнімін біздің технолог мамандар, шариғат мамандары барып көзбен көру, қолмен ұстап көру және де өндіру процесін бақылау және өндірілген өнімді зертханалық қорытындыдан өткізу деген сияқты жұмыстарды жасауға мүмкіндік береді. Сол жұмыстар атқарылғаннан кейін ол біздің халал даму ұйымында 30-ға жуық қызметкер жұмыс жасайды. Олардың әрқайсысының пікірі тыңдалады ол жерде. Әр сала бар ол жерде, технология бар, азық-түлік қауіпсіздігінің мамандары бар, жаңағы санитарлық мамандар бар, ветеринарлық мамандар бар, медицина мамандары бар, шариғат мамандары бар. Олардың барлығының ой пікірі алынып, хаттама толтырылғаннан кейін ол мекемеге, ол кәсіпорынға жаңа белгілі бір өнімге сертификат берілетіні немесе берілмейтіндігі туралы шешім қабылданады. Егер сертификат берілетін болса, 1 жыл уақытқа беріледі. Сол 1 жылдың ішінде біздің мамандар тарапынан ол кәсіпорын тұрақты түрде бақылауда ұстаймыз. Жаңағы кез келген уақытта жоспарлы, жоспарсыз, ескертусіз біздің мамандар тарапынан тексеріліп тұруы қажет. Бұл жаңағы екі жақты келісімшартта толық көрсетіледі бұның барлығы. Осылай біздің мамандар жұмыс жасап жатыр қазір. Жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, бізде халал өнімдер, бізде халал деген кезде бірден азық-түлік еске түседі. Көбіне сұрап жатыр, халал ма деген секілді. Жалпы енді қандай одан басқа салаларда осы сертификаттау бағыттары жүзеге асады? Енді жаңа айтып отырмын ғой, халал бұл әрбір мұсылманның күнделікті өмір сүру салтына айналу керек. Біздің жаңағы ішіп жеміміз, киген киіміміз, сонымен қатар біздің әпке қарындастарымыз, аналарымыз, жас қыздарымыз боянғанды жақсы көреді мысалы. Сол жерде косметикалық өнімдердің құрамында да жаңағы тыйым салынған заттар болмау керек, халал стандартқа сәйкес заттар болу керек дегендей. Осылардың барлығын мысалы халал қамтиды қазіргі күнде. Одан кейін жаңағы мынау өндіріліп жатқан өнімдер, тағамға қосылатын күнделікті жаңағы дәмдеуіштер, қоспалар, одан кейін жаңағы киетін киімдер, одан кейін мынау медициналық препараттар, дәрілік өнімдер, осылардың және де мынау әлемдік стандарттарға сәйкес, халықаралық стандарттарға сәйкес халал қонақ үй мысалы, халал демалыс орындары, бұлардың барлығы қажеттілік, бұлардың барлығы керек. Бірақ енді бізде ол жаңағы әзіл қалжыңға айналып кетуі мүмкін, соңғы болмаса жаңағы біздің әлі түсіне алмай жатқанымыз да бар. Керек болатын болса жаңағы халал қонақ үй, халал моншаларда негізі бұлардың барлығы керек дүниелер. Бұлардың барлығы, бірақ негізі болмысынан халал дүние бар, мысалы су сияқты. Болмысынан халал. Азық-түлік болмысынан халал, бірақ оны дайындау жолдары халал стандарттарға, шариғат шарттарына сәйкес болу. Мысалы бір жерде адал дайындалған ас бар. Ол адал дайындалған асты ұрлап алып кетсеңіз, немесе жаңағы тартып алып барып жейтін болсаңыз, негізі халал болған дүниені адамдар пайдалану жолын харам жасап отыр. Мысалы халал өнім мен харам өнімді бір жерге қойсаңыз, жаңағы харам өнімдегі тыйым салынған зат халал өнімге жұғады. Яғни халал стандарт тек қана ішіп жеу емес, тасымалдауға, сақтауға, сатылуға дейін өндірілген заттан тұтынушының асқазанына түскенге дейінгі аралықты қамтиды. Тұтынатын бұйымдарымыздың күнделік мысалы сабын. Сабынның да халалы бар. Сабынның да халал емесі бар. Ол сабынның құрамында жаңағы май бар. Шошқаның майы болуы мүмкін, доңыздың. Немесе арам өлген малдың майынан, сүйегінен алынған болуы мүмкін. Жаңағы доңыздікі болатын болса, ол біз қолымызды жуғанда денемізге сабын тиген кезде шамамен 15-20 минуттың ішінде жаңағы доңыздың майы денемізге сіңу арқылы қанымызға түседі екен. Бұған да мән беруіміз керек. Мысалы, арам өлген малдың майынан жасалатын болса, оны тұтынуға болмайды. Арам өлексені Алла тағала тыйым салып отыр, пайдалануға болмайды. Сол сияқты қанды пайдалануға болмайды деген сияқты. Мысалы, жаңағы біздің балаларымыздың жейтін гематоген дегені бар. Соны балалар жақсы көреді. Оның құрамында қан бар. Емделу мәселесінде, мысалы жаңағы шошқаның майынан, немесе жаңағы қаннан жасалған, немесе солай жаңағы тыйым салынған, халал стандарттарға сәйкес емес дүниеден жасалған дәрілік қоспалар, мысалы дәрілік өнімдер, жаңағы экологиялық
түрде емделеміз деп жатқан кезде мысалы еліміздің шығысында бар мысалы баудың қанын ішу арқылы дейді. Бұлардың барлығы стандартқа сәйкес келмейді. Иә, әрине жаңағы ем табылмайтын болса, одан басқа жол жоқ болатын болса, әрине шариғат рұқсат береді ондай кезде. Адамның өмірін сақтау мәселесінде. Сондай жолға дейінгі аралықты халал стандарт қамтиды. Яғни халалдың ауқымы өте кең. Ет өнімдері, сүт өнімдері, май өнімдері, кондитерлік өнімдер, дәрілік қоспалар, медициналық препараттар, осының туризм мысалы, банк саласы, бұлардың барлығы халал стандартқа сәйкес болу керек. Яғни ол жерде мысалы банк саласында Алла тағала тыйым салған пайыз болмау керек, мысалы өсім болмау керек. Жаңағы туризм саласында да мысалы бұлардың барлығы халал стандартқа сәйкес болу қажет. Өте керемет. Тағы сұрайын дегеніміз, осы КМДБ яғни халал сертификатының мерзімі қаншалықты? Неше жыл? Сондай-ақ мына заңсыз, енді әр адам бірдей емес қой. Заңсыз пайдаланған жағдайда қандай шаралар қолданасыздар? Енді біздің КМДБ халал сертификатын алған кәсіпорындарға жаңағы келісім шартқа сәйкес 1 жылға пайдалануға рұқсат береміз. Одан ары қарай кәсіпорынның өзі шешеді, ұзартуы мүмкін, ұзартпаймын деуі мүмкін, немесе жаңағы екі жақты келісім шарттың бұзылуына байланысты кәсіпорындағы жаңағы өндіріс аймағында халал стандартқа сәйкес емес жасалған дүниелер анықталып жатса, жаңағы біз тарапынан хат жазылып тоқтатылуы мүмкін деген сияқты. Негізі 1 жылға беріледі. 1 жылдан ары қарай жалғастырып созуына болады. Ал енді заңсыз пайдаланушылар тарапынан заңсыз пайдаланушыларға біз ең алғаш ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Әрине бұл интернетте ашық әлеуметтік желіде болғандықтан адамдар жаңағы рухани дейміз ашкөздікпен өз өніміне халал таңбасын көшіріп алып жапсыруы мүмкін. Сауда мәселесінде басқа да. Бірақ біз бірден барып жағадан алмаймыз, өтініш айтамыз. Болған сіз заңсыз пайдаланған екенсіз біздің таңбаны. Сондықтан сіз халал жасап жатқан шығарсыз. Бірге жұмыс жасайық. Осыны ресмилендірейік деген сияқты жұмыстарды жүргіземіз. Оған көніп жатса, ресмилендіріп, құжаттарын алып, тексеріс жұмыстарын жасап, ары қарай жолға салып бағыттау біздің негізі міндетіміз. Ал егер оған көнбейтін болса, онда біздің таңбаны пайдаланбау туралы, алып тастау туралы айтамыз. Оған көнбейтін болса, онда соңғы қадам ол жаңағы сот орындарына, қорғау органдарына жүгіну арқылы біз таңбамызды, бұл өйткені жаңағы меншік зияткерлік институтынан тіркеуден өткен, яғни патенті бар, оны біз толық қорғауға мүмкіндігіміз бар, және керек болатын болса айыппұл да саламыз. Және айыппұл салып, оны әлеуметтік жерге жариялап жатқанымызды өздеріңіз көрдіңіздер. Сондай жұмыстар жүргізіледі біздің тарапымыздан. Жаңа айтып қалдыңыз, 1 жыл беріледі деп. Осы орайда 1 жыл мерзім аяқталғаннан кейін қайтадан тексеру жүзеге асады? 1 жыл мерзім аяқталатын уақытқа жақындағанда біздің мамандар тарапынан кәсіпорынға хабарласылады. Сіздің уақытыңыз жақындап қалды, ұзартасыз ба, немесе ұзартпайсыз ба. Ұзартатын болса, онда біздің мамандар қайтадан тексеріске, жаңағы жоспарлы тексеріске шығып, қарап, сол жердегі жұмыстарда қажетті құжаттарды жинатып алғаннан кейін ары қарай жалғасады. Жақсы. Сұхбатымыздың соңында алға қойған мақсаттарыңызбен бөлісе кетсеңіз, болашақта, өйткені қазір мына КМДБ-ның былай айтқан кезде әлемдік бренд болды, шетелде танып жатыр. Мүмкін әлем ауқымды түрде жасайтын шаралар бар ма? Енді біз жаңа сөздің басында айттым ғой, сұхбаттың басында отандық және шетелдік кәсіпорындарды қосқанда 700-ге жуық кәсіпорын осы КМДБ халал таңбасымен өнім өндіріп отыр. Бұл дегеніміз жаңағы көрші Ресейде, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Моңғолия сынды мемлекеттер біздің КМДБ халал сертификатымызбен өнім өндіріп отыр. Бұл ненің белгісі? Бұл бізді әлемдік дәрежеде мойындап жатқан. Біз 2018 жылы Малайзиядан аккредиттеуден өткен болатынбыз. Бұл аккредиттеу бізге әлемдік халал стандарттардың қатарына қосылуға мүмкіндік берді. Қазіргі күнде енді осы КМДБ халал сертификатымен өнім өндірілген кәсіпорындар жаңағы әлемнің араб түрік елдеріне, Малайзияға мысалы, сол сияқты әлемнің 50-ге жуық мемлекетіне
өнім осы КМДО белгісімен өнім өндірілетін болса, ешқандай кедергісіз экспортқа шыға алады. Және бізге экспортқа кіре алады. Бізден халал таңбасымен өнім өндірілсе. Алдағы уақытта мынау Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия сынды мемлекеттердің аккредиттеуінен өту жоспарлануда. Ол да біздің кәсіпкерлерге жасалған жағдай. Ол да кәсіпкерлердің өнімдерін шетелдерге толық экспортқа шығуына мүмкіндік жасау. Сонымен қатар мынау Түркиялық СМИК институты бар. Сол институтпен байланыс жасап отырмыз. Қазір біз мамандарымызды оқытып, біздің мамандарымызды сол жақтан тәжірибеден өткізу, одан кейін бір-бірімізбен қарым-қатынас жасау. Мысалы біз Татарстанмен, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей сынды мемлекеттермен өз арамызда меморандум бар. Сол меморандумға сәйкес бір-біріміздің халал сертификаттарымызды тану, мойындау, сонымен өндірілген өнімдерді пайдалануға рұқсат беру деген сынды жұмыстар жасалып жатыр. Алдағы уақытта арық сөйлеп семіз шық дейді. Алдағы уақытта бұл жұмыстар жалғаса береді. Жақсы, керемет аға. Сұхбатыңызға бергендігіңізге көптен көп мында бір алғыс. Алла тағала отбасыңызға, жұмыстарыңызға бақыт береке берсін. Амин, баршамыз. Алла разы болсын. Жақсы жол бойық. Адалдықтың ақ туын бірге желбіретейік.